Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай әдемі болып шығатын чак-чакты дайындалуын көрсететін боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менімен бірге соңына дейін қарап сіз де жасап көріңіз. Ол үшін бізге осындай жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқа қосамыз. Жасалуы өте оңай. Мен үнемі рецепттерден оңай рецепттерді жасап салып тұрамын. Осылай араластырамыз, езілгенше барлығы біркелкі болғанша. Содамызды саламыз. Бір ас қасық, жарты ас қасықтай. Бір ас қасықты толтырмай саласыздар. Кейін қантымызды 2 шай қасық салдым. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз және тұз салатын боламыз. Кішкене жартыдан аз шай қасық, 1 ас қасықтай сүт қосып жібереміз. Мен көз мөлшерімен өзім қостым. Осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Кейін ұнымызды жайлап саламыз, електен өткізіп салу керек. Ең алдымен қасықпен бір араластырып алдым. Кейін қолымен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қатты емес, қатты жұмсақ емес, орташа еттің қамыры секілді болуы керек. Міне мен осылай илеп алдым. Енді оны жарты сағатқа тындырып қоямыз. Салафанға салып тындырып қойдым. Мінекей біздің тынып тұрған қамырымыз. Енді осыны жайып бастаймыз. Сіз чак-чакты қандай әр адамның рецепті өзіне әртүрлі болады. Сіз қандай рецептпен жасайсыз, астына комментарийға пікірге қалдыра кетіңіздер. Бұл менің рецептім 1 жасағаннан шығады. Сіз де жасап көріңіз міндетті түрде. Қонақтарыңызға, үй іштеріңізге ұнайды деген сенімім мол. Және де менің каналымдағы рецепттер ұнап жатса, лайк басып, маған комментарий қалдырып тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымыз өте жұқа болды. Еттің қамыры секілді жұқа етіп жайып алдым. Енді жақсылап ұн сеуіп, турайтын боламыз. Осылай оқтауымызға жинап аламыз. Осы кезде табамызға бататындай етіп сұйық майымызды құйып қыздыра береміз. Қызып тұру керек. Бөліктерге бөліп аламыз. Көлемі осыншалықты болу керек. Қатты ұзын емес, қатты кішкене емес. Барлығын осылай жинастырып алып, мінекей осылай турап шығамыз. Міне менде осындай болып шықты. Енді майыма, қызып тұрған майыма жайлап сала бастаймын. Міне чак-чактың алғашқы түрі осылай болып шықты. Осылай аз-аздан салып, аз-аздан саласыздар, өйткені көбейіп кетеді. Осылай қызарғанша араластырып тұрасыздар, өйткені бір жағы ақ, бір жағы сары болып қалуы мүмкін. Осылай аламыз. Мінекей менің чак-чактарым
өте әдемі болып шықты. Енді біз оған қосатын балымызды дайындаймыз. Менде 3 ас қасықтай бал қостым және де қант қостым. 1,5 қасық, 2 қасықтай қант қосып, микроволновкада ерітіп алдым. Қанты ерігенше, сұйық болғанша әбден ерітіп алдым. Мінекей еріді. Міне осындай болу керек. Ыстықтай құямыз. Немізге, шақшағымызға ыстықтай құйып, тез араластыру керек. Алғашқыда қасықпен араластырып, кейіннен қолмен араластырып шықтым. Қонақтарға ұсынсаңыздар, өте дәмді. Мінекей мен барлығына жағылып, барлығына тиіп араластырып алдым. Енді ыдысқа салатын боламыз. Сіздер қалағаныңыздарыңызға салсаңыздар болады. Домалақтап салсаңыздар да, әсемдеп, әдемілеп салсаңыздар да болады. Мен осылай ыдысқа салып, холодильникке 1 сағаттай қойып алдым. Менің қолыма жабысып қалып жатыр. Осы кезде қолыңызға сары май или сәл сұйық майдан жағып жіберсеңіздер, қолдарыңызға жабыспайтын болады. Осылай әдемілеп жасап шықтым. Енді холодильникке 1 сағатқа қойдым. Мінекей достар, осылай әдемі болып шықты. Торт секілді. Өстіп кесіп қойсаңыздар болады әдемілеп.